Үйлеріңізге береке, отбасыларыңызға тыныштық берсін. Жамалдың тағдыры. Болған оқиға ізімен. 1976 жылдың көктемі еді. Жамал мектепті жақсы аяқтады. Оның бар арманы оқуға түсіп, қалаға кету, өз өмірін өзі құру болатын. Бірақ бірінші махаббатына да қосыла алмады, оқуға да түсе алмады. Сөйтіп небары 18 жасында Жамал Сарайшық деген 10 шақты ғана үйі бар шағын ауылға классировщик болып жұмысқа келді. Ауылда оны алыстау жамағайыны қарсы алып, үйіне тұрғызды. Жамал жаңа өмір бастаймын деп ойлаған. Бірақ көп ұзамай оның тағдырын өзгелер шешіп қойды. Жамағайыны оны 30-ға таяған Марат деген жігітке қоспақ болды. Жамал қарсы шықты. Мен оны ұнатпаймын. Тұрмысқа шыққым келмейді. Оқуға барғым келеді. Бұл адамның кім екенін де танымасам, оған не деп шығамын тұрмысқа, деп шырылдады. Бірақ 18-дегі қыздың сөзі ешкімге керек емес еді. Жамал амалсыз Мараттың отбасына келін болып түсті. Мараттың 4 бауыры бар еді. Үй іші адамға толы болатын. Мараттың өзі жуас, тұйық, өз ойын ашық айта алмайтын, әсіресе анасы мен бауырларының сөзінен аса алмайтын ынжық еді. Ал Жамал сол үйді келіннен гөрі жұмыс күші сияқты өмір сүре бастады. Таң атпай тұрып жұмыс істейді, қораға барады, су тасиды, үй шаруасын атқарады, кешке шаршап құлайды. Бірінші жылда, екінші жылда сәби көтере алмады. Сол кезде енесінің сөзі одан сайын ащылана берді. Сенен де түк шықпайды. Жамал үндеген жоқ. Кім көрінгенмен жүрген бетпақ, кім білсін неше бала түсіргеніңді. Бұл сөз Жамалдың жүрегін тілетін. Ол кезде оның жасы не бары 18 деді ғой. Өзі әлі өмірдің не екенін толық танып үлгермеген қыз. Бірақ басынан өткен 20-30 жыл өмір сүрген әйелдің басына да ауыр тиетін сынақ еді. Жамал түнде көрпесін басына жамылып алып, үнсіз жылайтын. Мен ешкіммен жүргем жоқ. Неге мені бұлай қорлай береді деп ойлаушы еді. Бірақ оны қорғайтын адам болмады. Маратқа кейде үміттене қараушы еді. Бір рет болса да мен қорғасыңызшы. Бірақ Марат үнсіз қалатын. Ол анасынан да, бауырларынан да аса алмады. Жамалдың жалғыз жұбанышы бір күні балалы болсам, бәрі өзгереді деген үміт еді. Көп ұзамай оның сол арманы орындалды. Жамал қызды болды. Қызын алғаш қолына алған сәтте жүрегі қуанышқа толды. Сен менің бақытымсың, деді ол сәбиінің маңдайынан сүйіп. Бірақ бұл үйде оның қуанышын да тыныш қалдырған жоқ. Ол қыз еді ғой, ол емес. Және ол Мараттың да баласы емес олардың ойынша. Бірде есік алдындағы құдықтан су алып жатқан. Сәби хат шырылдап қоймай қойды. Қайнылары барып оны қолдарын алайық деп ұмтылған жоқ. Сол кезде асығыс Жамалдың иегіне темір тұтқасы арт етті. Маңдай тістері үгіліп жерге түсті. Қайнылары шек-селлері қатып. Байқауға болмады ма? Деп кекете мұқата ауладан шыға жөнелді. Сол маңдай тістер кедір-бұдыр қап-қара күйінде балалары өсіп жетіліп кеткенше жүретінін ол кезде қайдан білсін. Кейін бір күні үйге Мараттың інісі ішіп келіп жанжал шығарды. Ашуға булыққан қайнысы Жамалға пышақ алып ұмтылды. Жамал баласын құшағына қысып үйден қашып шыққан. Қыс болатын. Түн қараңғы, бала шала-шарпы оралған, ал Жамалдың аяғында аяқ киімі де жоқ. Ол жол бойында кездейсоқ тоқтаған көлікке отырып, аудан орталығында тұратын әке-шешесінің үйіне келді. Содан 3 ай бойы қайтып бармады. Қызы 9 айлық болғанда Марат Жамалды іздеп келді. Өзі де жуас, өз сөзіне өзі ие бола алмайтын адам ғой. Анасы мен бауырлары не айтса соған көнеді. Жамал да бастапқыда қайтқысы келген жоқ. Бірақ қызы әкесінен айырылмай қойды. Сол себепті Жамал қайта оралды. Үйге келгеннен кейін көп ұзамай сәби қатты ауырды. Дене қызуы көтеріліп, мазасы кетіп, түн ұйқысы бұзылды. Бір күні көрші үйде той болды. Үйдегілердің барлығы сол тойға кеткен. Үйде Жамал мен қызы ғана қалды. Бала мазасызданды. Жамал оны құшағына алып, апаң қасыңда ғой қызым-ау, деп жұбата бастады. Сосын емшек берді. Сәби екі омырауында қақтап емді. Жамал баласының тынышталғанына қуанып қалды. Ұйықтай ғой жаным. Бірақ сәби кенет ауыр дем алып соңғы демін шығарды. Жамал алғашында түсінбеді.
Қызым, жауап жоқ. Қызым, көзіңді аш. Ол баласының алақанын қалады, бетін сипады, маңдайынан сүйді. Бірақ сәби қимылсыз қалды. Сол кезде есік ашылып, мас Марат кірді. Үйде жарық жоқ еді. Марат, өтінем қарашы, тірі ме екен, деді Жамал дірілдеген дауыспен. Марат бесікке жақындап баланы қолына алды. Шешіндіріп көрді. Бір сәт үнсіз тұрды да, өліп қалыпты ғой, осыны ғана айтты да есіктен шығып жүре берді. Жамал оның соңынан қарап қатып қалып, Марат, бірақ жауап болмады. Жамал бесікке ұмтылып қызын құшағына алды. Баланың денесі әлі жылы еді. Жоқ, сен тірісің. Ол қызын бауырына қысты. Қызым, апаңды тастап кетпе. Бірақ кішкентай сәби үнсіз жатты. Көрші үйден тойдың әні мен күлкісі естіліп тұрды. Ал мына үйдің ішінде бір ананың жүрегі үзіліп жатты. Жамал қызын кеудесіне қысып еденге отыра қалды. Мен сені қорғай алмадым. Кешірші мені ботақаным. Сол түні 18 жасында-ақ тағдырдың талай тауқыметін көрген Жамалдың жүрегінде тағы бір жара пайда болды. Бірінші махаббатынан айырылды, арманынан айырылды, еркіндігінен айырылды. Енді жалғыз сүйенері кішкентай қызынан айырылды. Ал ең ауыры, осының бәрін оның жанында отырып бөлісетін, оны қорғайтын ешкімі болмады. Жамал сол қараңғы үйде қызын құшақтап отырып, өз өміріне алғаш рет сырттай қарады. Сонда ол бір нәрсені түсінді. Адамның тағдырын өзгелер шешіп берген сайын, оның жүрегінде айтылмай қалған бір өмір қалып қояды екен. Назарларыңызға рахмет.